Келесі мәселе, қараңыздар, пестицидтерден басқа жалпы әлемге қатты әсер ететін бір зат бар. Бұл жылыжай эффектісі, яғни озон қабатының жұқару және олардың салдары. Жылыжай эффектісі орысшасы парниковый эффект дейді. Бұл не себептен пайда болған? Қараңыздар, жылыжай эффектісі атмосфера көмірқышқыл газымен және басқа шығындыларымен ластануына байланысты ғаламдық экологиялық проблемаларының бірі. Жалпы жылыжай эффектісі үш түрлі жағдайда кездеседі. Біріншісі, климат жылынып, жер бетіндегі орташа ғаламдық температура артуда. Әртүрлі жағдайлардан жер беті жылынып, температура көтеріледі. Екіншісі, бұл жылыжай газдарының ең бірінші көмірқышқыл газы мөлшерінің артуына байланысты. Яғни жылыжай эффектісі не үшін пайда болды? Ауада көмірқышқыл газының көбеюінен. Ал көмірқышқыл газы қайдан пайда болады? Заводтардан, машиналардан, тағы басқа сондай сияқты адам шаруашылығынан шыққан заттардан. Яғни бұл үшінші белгісі, осы өзгерісте де адам, оның шаруашылық әрекеті елеулі рөл атқарады. Яғни адамның шаруашылығынан бізде жылыжай эффектісі пайда болды. Жалпы қараңыздар, қазіргі кезде банағы озон қабаты дедік, жылыжай эффектісінен озон қабаты да бұзыла бастады. Бірақ қазіргі кездегі озон қалқанының бұзылуының негізгі бір себебі фреонның қолданылуы, сондай-ақ ғарыш кемелерінің ұшыруы. Фреон деген не? Бізде холодильникте, кондиционерде фреон деген зат бар, бұл суытуға арналған нәрсе. Корабль ұшқан кезде оның құрамында да фреон болады. Ол ауаға шашылып, банағы корабль ұшқан кезде жер шарына атмосферадан жоғары ұшып кетеді ғой, озон қабатында жиналып, озон қабатын жұқарлатады екен фреон. Келесі мәселе, озонның бұзылуына қатысты заттарда жылыжай эффектісін тудыратын газдар бар. ХФК дейді, немесе орысша ХФУ, хлорфтор көміртектер. Хлорфтор көміртек дегеніміз не? Бұл қайда қолданылатын заттар? Мысалы, огнетушительді алсаңыздар, кезіндегі огнетушительдер шашқан кезде пенаға айналатын еді, пенаға айналатын еді. Сол пена беретін зат хлорфтор көміртектер. Кезінде де оларды көбінесе неде қолданған? Холодильник жасауда қолданған, кондиционер жасауда қолданған. Яғни оларды арнайы дайындайтын заводтар болған. Сол заводтардың шашылуына байланысты енді дайындаған кезде ауаға ұшырайды осы заттар. Ауаға ұшырап, атмосфераның жоғары қабатында, озон қабатында жиналып, озон қабатын жұқарлатады екен. Озон қабатының бұзылу себебі төменгі қабаттарының қызуынан атмосфераның жоғары қабаттарының салқындауы. Яғни заттар барып, бана жылыжай эффектісі бар, сосын осы фреон бар, хлорфтор көміртектері бар, озонның астыңғы қабатына барып қыздыртады да, жоғары қабаты салқындағандықтан ол жұқарлап бұзыла бастайды екен. Озон қабаты бізді ультракүлгін сәулелерден сақтайды, сол себептен озон қабаты бұзылса, күн сәулесінен, ультракүлгін сәулесінен біз ожогтар алуымыз мүмкін. Сол себептен біз үшін озон қабаты өте маңызды.